Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман қазағым, сіздермен ағартушы Ернар Маратбек Ұлысбек. Құрметті мұсылман қазағым, бүгінгі видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Өйткені бүгінгі видеода мен сіздермен өзімнің Алла тағала нәсіп еткен керемет бір идеямен бөліскелі отырмын. Кім біледі, бәлкім бұл идея, иншалла, мұсылман Қазақстанымызды, елімізді болашақта өте дамыған мемлекетке айналдыратын шығар. Және де ең бастысы еліміздегі үлкен бір мәселенің шешімі болуы да әбден мүмкін. Сол себепті бұл видеоны таратыңыздар. Әртүрлі ғалымдар бар, әртүрлі мықты білімді азаматтар бар, әртүрлі мамандар бар, барлығы талқылап, бәлкім осы идея елімізді өзгертуі әбден мүмкін. Мен бұл идеяны өзім жан-жақты ойладым, және де еліміздің үлкен алдында тұрған бір мәселесінің шешімі ретінде, және жалпы мемлекетімізді дамытатын үлкен бір керемет идея ретінде барша халықпен бөлісуді өзімнің міндетім деп санаймын. Алла тағала бұл идеяны маған бекерге берген жоқ деген үмітім бар. Сонымен ол қандай идея және қандай мәселелердің шешімі болады, және елімізді қалай дамытады, соған назар аударайық. Жалпы мен осы желтоқсан айында 2024 жылы Катар, Катардан көрсететін болсақ, Біріккен Араб Әмірліктері, Бахрейн секілді мемлекеттерді круиздік лайнермен аралап келдім. Және сол кезде мен көрген нәрсе, теңізге шығып жатқан мемлекеттердің барлығы да өте үлкен қарқынмен дамып жатыр екен. Оның басты себебі мемлекеттердің жалпы порттары болады, ал ол порттарға теңіз мұхит жолымен келетін кемелер, құрлық жолындағы темір жол және де кәдімгі бетондалған асфальт немесе тағы басқа да жолдарға қарағанда әлдеқайда арзанға түседі екен. Содан кейін осы мемлекеттердің және басқа да әлемдегі көптеген мұхитқа шығатын елдердің өте жылдам дамып жатқанына менің көзім жетті. Және ол бір жағынан, екінші жағынан үлкен мәселе деп айтып отырғаным, мен оны алдында да біраз видеоларымда айтқан болатынмын, өзім жалпы бөлісіп жүрмін. Ол біздің еліміздегі үлкен су тапшылығы мәселесі, оны президентіміз де айтып жатыр, бүгінгі таңда ол қолға алынып та жатыр. Менің ұсынайын деп отырған идеямды, егер Алла бұйыртса тарататын болсаңыздар, бәлкім бұл Қазақстанның жоғарыда айтып өткенімдей, осы су тапшылығында мәселесінің шешімі болуы мүмкін, және Қазақстанда дамыған елге айналдыратын, еліміздің, халқымыздың әл-ауқатын күшейтетін осындай идея болуы мүмкін. Енді сіздермен нақты идеяны бөлісейін. Жалпы ол идея негізі әлемдік практикада бар. Міне мына жерде Египет мемлекеті, сонымен қатар оның жанындағы Иордания, Сауд Арабиясы, осы жерде Суэц деген канал бар. Яғни Суэц каналы Жерорта теңізі мен Қызыл теңіздің арасын жалғайды. Сол жерден өткен кемелер, міне мына жердегі Йемен мен Эфиопия, осы елдердің аралығынан өтіп, содан Үнді мұхитына қарай жүріп өтеді. Қандай кемелер? Яғни елдердің тауарларын тасымалдайтын кемелер. Сонымен қатар круиздік лайнерлер, олар туристерді тасымалдайды. Сонымен қатар мына жақта Америкада Панама деген канал бар. Осы канал, мына жердегі Суэц каналы, міне осы каналдардың барлығы да сол мемлекеттерді дамытады. Сонымен қатар ол әлемдік сауданың ортасында тұрғандықтан басқа мемлекеттердің бір-бірімен тауар айналымын жеңілдете түседі. Мен осыдан кейін түсінгенім, Қазақстан мұхитқа шыға алмайтын ел, бірақ дегенмен егер Қазақстан мұхитқа шыға алатындай жағдай болса, онда Қазақстан үлкен қарқынмен дамиды. Неге? Себебі мұхитта бүкіл кемелер жүріп жатыр, сол жерде порты бар қалаларға, яғни туристер барып, сол жердің экономикасын дамытып жатыр, ал сол мұхитқа шығатын мемлекеттер өздерінің тауарларын өндіріп, басқа әлемнің елдерімен емін-еркін сауда жасауда. Бұл, яғни мемлекеттің экономикасын дамытатын өте ықпалды факторға айналуы мүмкін жоба. Және сонымен қатар су тапшылығының мәселесін қалай шешеді дейтін болсаңыздар,
бүгінгі таңда бізде Арал теңізі тартылып кетті. Ал Сырдария, Әмудария өзендері жылдан жылға тартылып жатыр. Ал біздегі ең басты қауіпті бүкіл экологтар шулап жатқан мәселе ол Каспий теңізінің деңгейінің түсуі. Міне осы мәселенің шешімі болуы мүмкін идея деп санаймын. Сонымен қатар және біздің жалпы экономикамызды, өндірген тауарларымызды сыртқа тасымалдауға мүмкіндік беретін идея. Мен бұны жалпы өзім Тұран каналы деп атадым. Ол міне мына жерде Каспий теңізі мен Қара теңіздің екі ортасын жалғайтын канал салу жобасы. Әрине оны бір қараған кезде мүмкін емес деп айтуға болады, бірақ адамдар біріккен кезде, егер мемлекеттер бірігетін болса, онда сөз жоқ, ондай жобаларды жүзеге асыруға болады. Адамзат Суэц каналын жасады, адамзат Панама каналын жасады, сол арқылы Америка құрама штаттары дамыды, сол арқылы осы Суэц каналының айналасындағы мемлекеттер Европамен сауда жасап жақсы дамып жатыр. Дәл сол сияқты бізде міне мына жерде Кавказ арқылы егер Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан сияқты түркі тілдес мемлекеттері бірігетін болса, бүгінгі таңдағы түркі ұйымы арқылы және Түркия оны міндетті түрде мен қолдайды деп санаймын. Осы елдер бірігетін болса, Кавказ арқылы канал салуға әбден болады. Бірақ егер шынайы нағыз ғалым ойланатын болса, білімді адамдар ойланатын болса, бұл екі орта өте үлкен қашықтық. 600 километрдей. 600 километр деген Шымкент пен Алматының ортасы. Яғни онша аумаққа канал салу бұл мүлде ақылға қонымсыз идея болуы мүмкін. Сол себепті мен оны барынша мүмкін болатындайға зерттеп, ойланып, міне мына жерде Кура деген өзен бар. Ол Түркияның шығыс аймағынан Каспий теңізіне әуелі Грузия арқылы, одан соң мына жерде Әзербайжан арқылы барып, Каспий теңізіне құйып жатқан өзен. Демек, нақты су жолы бар, тек қана сол өзенді кеңейтетін болса егер, Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан, тіпті Тәжікстан да оған қосылуы мүмкін. Неге? Өйткені олар да мұхитқа шыға алмайды. Ауғанстан да оған қосылуы мүмкін. Неге? Өйткені олар да мұхитқа шыға алмайды. Сол себепті осы мемлекеттер бірігіп, егер осы жердегі Кура өзенінің арнасын кеңейтетін болса, ал оның ең басында мына Қара теңіз бен екі ортасы небәрі 60-70 километр ғана қалады. Міне сол жерге Түркия қолдап, түркі тілдес елдері бірігіп, сол жерге каналды салатын болса, 50-60 километрге ары қарай Кура өзеніне жалғап жіберетін болса, онда осы жер арқылы біздің Қазақстанымыз Қара теңізге әуелі, одан кейін Қара теңіз арқылы Жерорта теңізіне, Жерорта теңіз арқылы бүкіл Атлант мұхитына шығып, Америка, Канада, мына жақта Оңтүстік Америка елдері бар, осылармен сауда жасауға әбден мүмкіндік болады. Олардан бұрын Европаның елдерімен туризмді дамытуға болады. Африканың дамып келе жатқан елдерімен де сауда-саттық жасап, өте үлкен экономикалық секіріс жасауға біздің елімізге мүмкіндік бар. Әрине бұны мен идея ретінде мұсылман қазағымен халқымен бөлісіп отырмын. Сіздер егер видеоны бөлісетін болсаңыздар, біздің мемлекетімізде президентіміз бар, жалпы үкімет оны қолдап, егер осындай канал жобасы жүзеге асса, онда еліміздің экономикасы өте үлкен қарқынмен дамиды. Оған менің көзім анық жетеді, себебі Біріккен Араб Әмірліктері, Катар секілді мемлекеттер сол порттарын дамытудың арқасында лайнерден мен өзім көргенім 10 мыңдаған адам бірден түсіп, бір күнде $100, $200 жұмсаған кезде сол жердің жергілікті экономикасы туризмге қызмет ете отырып, өте үлкен қаражат тапты. Сонымен қатар Қазақстанның жалпы ішіндегі өндірілген өнімдерді Маңғышлақ, яғни пойыз жолы арқылы Атырау, Ақтауға апарып, одан ары қарай сол жолмен нестеуге, экспорттауға әбден
болады. Егер осы жоба жүзеге асатын болса, иншалла Қазақстанның экономикасы өте үлкен қарқынмен дамиды. Біздің экономикамызда ауыл шаруашылық тауарлары жақсы өндіріледі, соларды бүкіл үлкен нарықтарға шығаруға болады ол канал арқылы, және де туризм арқылы. Онсыз да қазір Ақтауды сол Дубай секілді, Катардың Доха қалалар секілді қылып жасап жатыр. Ол кезде лайнерлермен өтіп келіп Каспийге туризм ағылып, туристер ағылып, туризм қарқынды дамиды. Бұл экономикалық фактор. Ал енді су тапшылығы мәселесіне келген кезде, мен өзімнің достарыммен, географ, білімді азаматтармен ақылдасқан кезде, мына екі теңіздің бұрын бір теңіз болғандығын олар айтып жатыр. Яғни ол деген сөз, екі теңіздің суы араласатын болса, бәлкім Каспийдің деңгейі көтерілуі мүмкін. Сол арқылы су тапшылығының мәселесін шешуге болады, және Каспийдің деңгейінің төмендеуін алдын алуға болады деп мен өзім санаймын. Ал егер мен қате болған жағдайда, олай оның арнасы көтерілмеген жағдайда, немесе ол екеуі қосылмайтын жағдайда, онда да біздің экономикамыз қарқынды дамып, сол арқылы сыртқа экспорттайтын болсақ, онда алдағы уақытта су тапшылығы күшейген кезде біз суды сатып алып та отыра аламыз. Бұл халқымыздың су тапшылығынан зардап шекпеу үшін белгілі өзінің оң ықпалын тигізеді деп мен санаймын. Ал егер мамандар өздері де ойларын айтып жаза жатар, солай оның деңгейін көтеруге мүмкіндік болатын болса, су тапшылығы мәселесін қалай шешеміз? Ол теңіз суы ғой, теңіздің суы тұзды емес пе? Оны ішуге болмайды ғой дейтін болса, мен сіздерге айтайын, бұл видеоны көріп, яғни осы Дубайға, Дохаға барған адамдар болса, олар біледі. Бүгінде Сауд Арабиясы да, сонымен қатар мына жердегі Біріккен Араб Әмірліктері секілді елдер, олар үлкен гиганттық зауыттар салып тастаған. Қандай зауыт десеңіздер, ол мұнай өңдейтін немесе тағы басқа машина шығаратын емес, суды тазартатын, яғни Үнді мұхитындағы, мына Парсы шығанағындағы мұхиттың суын олар тазалап ішуге пайдаланып жатыр. Оңтүстік Кореяда менің болып келген бір бауырыммен, ағаммен сөйлескен кезде, ол да өзінің ойын айтты. Оңтүстік Кореяда да тура сондай, яғни олар Тынық мұхитының суын тұщытып ішіп жатыр екен. Егер жаңағы сценарий бойынша Каспий теңізінің деңгейі қалыпқа келетін болса, онда оны тұщытып, осы елдермен тәжірибе алмасып жасауға болады. Ал егер ондай болмаған күннің өзінде, экономикаға туризм арқылы, сыртқа тауарды экспорттау арқылы ақша кіргізіп, болашақта суды сатып ішіп отыруға болады. Міне, мен бұны Тұран каналы деп атап жатырмын. Бұған бәлкім басқа да атау беретін шығар, немесе Ресей секілді біздің көрші достас мемлекеттермен де бірігіп, ол жобаны жүзеге асыруға олар да қосылуы мүмкін. Қандай жағдай болмасын, бұл біздің мемлекеттің, жалпы Орта Азияның дамуына өте үлкен оң ықпал ететін жоба болады деп мен санаймын. Және бұны мұсылман қазағымен, халқымен бөлісуді өзімнің парызым деп санадым. Видеоны басқа мұсылман қазағымызбен бөлісіңіздер, білімді азаматтарға жіберіңіздер. Мен айтып отырған мәселелер бойынша білімді азаматтар болса, осыны бүкіл халық болып талқылау керек, дөңгелек үстелдер ұйымдастыру керек, және болашақта Алла бұйыртса, бұл Қазақстанды және Орта Азияның көптеген мұхитқа шыға алмайтын елдерінің экономикасының дамуына оң ықпалын тигізуі мүмкін, және сонымен қатар үлкен мәселе болып болашақта су соғысына алып келуі мүмкін болып тұрған су тапшылығы мәселесінің де шешімі болуы ғажап емес. Алла тағалаға сансыз шүкірліктер болсын, маған осындай идеяны нәсіп етті. Ал мен ол аманатты, альхамдулилля, бүгін өздеріңізбен бөлістім. Сол себепті видеоны мамандарға жіберіңіздер, достарыңызға жіберіңіздер, жалпы халқымызбен бөлісіңіздер. Сонда Алла бұйыртса бұны ары қарай талқылап, пісіріп, жетіліп, бәлкім жаңағыдай айтқан хайырлы мүмкіндіктерге ол жол ашады деп мен ойлаймын.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.